Біреуді алдап тұрмысқа шығып алған болсаң да, ертең қиямет күнде қақын алады сенен. Сен ойлама жаңа, ашық ауыз жігіт алдап тұрмысқа шығып алдым деп. Жоқ. Оның бәрі әшкере болады. Сен оның қақына қол сұқтың. Тазасың ба деді, тазамын деді. Ана жігіт сенді алды, негізінде олай емес еді. Жоқ, ол жай құтылып кетпейсің сен. Есебі бар оның. Ертең қиямет күнде сен одан қақын аласың, сені алдаған үшін. Адамды алдамау керек. Қай жерде біреуді алдадың, жаңа красавчик болдың, қыздардың бәрі соңынан жүгірді, алдап кеттім. Жоқ, оның бәрі шығады алдыңнан. Я Раббым, мынадан қақымды алып бер дейді. Біреу келіп сенің өмір бақи намазың сауабын алып кетуі мүмкін да, сөйтсе екіншісі келіп тұр да қарындасы. Мынау мені де лақтырып кеткен дейді. Ол сенің жаңағы бір мешіт салған сауабыңды алып кете салады. Сөйтіп ең соңында сенде сауап жоқ, періштелерге бұйырады.